Assalamualaikum мұсылмандар. Әсіресе мына өздерін салафиттер деп есептейтін сектанттарға арнап айтайын деп отырмын. Сендер басқа адамдарды ғана емес, мұсылмандардың өзін алдағанды, арбағанды, мына ақшаға кидайт еткендеріңді қарызға ақша алып жақсы көресіңдер. Өйткені сендердің ақымақ, білімсіз надан ұстаздарың онда тұрған ештеңе жоқ дейді. Әсіресе мына кәпірді алдап ақша тапсаңдар, онда тұрған ештеңе жоқ дейді. Жоқ, ол қате болып есептеледі. Өйткені мұсылмандарды ғана емес, бүкіл адамзатты Аллах жаратты. Ол егер сен оның ақшасын алдап алсаң, алаяқтық жасасаң, ертең о дүниеге барған кезде сенің мұсылман бауырың сені кешіруі мүмкін. Ал енді кәпір сені ешқашан да кешірмейді. Ол саған давай дейді, давай. Ақшамды қайтар дейді. Сосын сен өмір бойы қасықтап жинаған сауабыңды шелектеп жан-жаққа шашуыңа тура келеді. Сондықтан да алаяқтық жасағандарыңды қойыңдар, өтірік алдағандарыңды қойыңдар. Аллах Құранда бір емес бірнеше рет айтады, өтірік айтпаңдар, ешкімді алдамаңдар дейді. Сондықтан да сақ болыңдар, салафиттер дейтін сектанттар.